Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздермен Шерзат Мұратович эфирде. Бүгінгі видеомыз ең керектісі қазіргі таңда мына сетевой бизнесқа арналады. Яғни сетевой маркетингді біз қазіргі таңда қалай құрып жүрміз? Сетевой маркетингнің қазіргі таңда технологиялары, системалары өзгеріп жатыр ма? Жүйелері, яғни қазіргі таңда жаңарып жатыр ма? Біз қалай жолмен жүрміз? Вообще-то біз тура жолды көздеп жүрміз ба? Или болмаса сетевой бизнесте біз не үшін келдік қазіргі таңда? Сетевойда біз не үшін, не мақсатпен жұмыс істеуіміз керек? Вообще-то сетевой бизнес бізге керек пе, әлде керек емес пе деген сұрақтарға бүгін сіздерге қысқаша жауап беретін боламын. Так, енді бастайық. Сетевой бизнес қазіргі таңда 21 ғасырға келіп, 2010 жылдан бері қарай уже сетевой бизнестің жүйесі өзгере бастады. Яғни ол қалай? Бұрынғыдай 1950 жылдағы сияқты список знакомых, звонок, встреча деген нәрсе қазіргі таңда ол қалып бара жатыр артта. Не үшін? Өйткені 80% адамдар қазір именно сол нәрсені ұнатпайды. Егерде сізге отырып алып, бүгін список жазғызып, адамдарыңызды шақыртқызып, мысалы, давай дейтін спонсормен ғана жұмыс жасайтын болсаңыз, ол ойлаңыз, өзіңіздің бизнесіңіз ертең 2 жыл, 3 жыл, 5 жылда тоқтауы мүмкін. Не үшін дейсіз ғой? Потому что қазіргі таңда сетевой бизнесті біз через интернет құру үшін өте көп мүмкіншіліктер пайда болды. Өте көп. Яғни оның біріншісі, қазір үлкен платформа бұл Инстаграм. Инстаграмды біз қалай пайдалануымыз керек? Инстаграм бізге шынымен де сетевой бизнесті құру үшін үлкен мүмкіншілік бере ала ма или жоқ па деген сұрақтарды сіз өзіңізге қойып көріңіз. Или болмаса ютубтан іздеп көріңіз, қалай болады? Шынымен де бола ма, әлде болмай ма деген сұрақтарға сіз ответ алуыңыз мүмкін. Именно бізде қазіргі таңда ең үлкен платформа Инстаграм. Бұл жерде Инстаграмда сіз продукцияңызды, сетевой бизнесте, мысалы, товар егер сататын болсаңыз, или компания товармен айналысатын болса, или болмаса услугамен айналысатын болса, сіздің мақсатыңыз товар көрсету емес. Сіздің мақсатыңыз компанияны мақтау, әлде болмаса маркетинг планды мақтау емес. Сіздің мақсатыңыз өзіңізді былайша айтқанда как профессионал ретінде халыққа таныта білуіңіз керек. Содан кейін адамдарға целевая аудитория дейді. Именно сізді тыңдайтын, именно сіздің әңгімелеріңіз, сіздің контенттеріңіз керек адамдарға пайдалы контент беру керек. Оларға пайдалы ценность, бағалы нәрсе көрсете алуыңыз керек қазіргі таңда. Сол кезде сіздің интернеттағы бизнесіңіз жүреді. Егерде сіз тек қана продукцияны көрсетумен айналысатын болсаңыз, сіз онда продавец боласыз, никогда сетевик болмайсыз. Ол кезде, пожалуйста, барып, любой бір магазинға или супермаркетке барып продавец болып сатуыңыз мүмкін, любой товарды, да? Вот, именно сетевой бизнесқа келдіңіз ба, сіз сетевой бизнесте қалай ақша табатынын көрсетіңіз халыққа. Продукцияны көрсетпеңіз, потому что продукцияны, мысалы, 1 рет алды, 2 рет алды, 3 рет алды, ол бизнес құратын адам емес, ол жай ғана потребитель. Түсініп отырсыз ғой, егерде сіздің бизнесіңізге сіз үшін келетін болса адам, сізді тыңдап, сізбен бірге бизнес құру үшін ғана келетін болса, сол кезде ол адам, ол товарды да қолданады, ол бизнесті да жасайды. И өзінің артынан дәл өзі сияқты адамдарды ертетін болады. Сондықтан, достар, сетевиктер, қазіргі заманауи технологиялармен бизнес құруды үйрену керек. Енді мен мына осы видеоның астына Telegram и Instagram ссылкаларын тастаймын, қалдырамын. Именно сол ссылкалар арқылы сіз маған личкаға шығуыңыз мүмкін. Яғни қазіргі күнде қандай технологиямен біз бизнес құруымыз керек. Сізге үйретіп жатқан спонсорыңыз, наставнигіңіздің қазіргі технологиясы шынымен де ертең 5 жылдан кейін тоқтай ма, или болмаса тоқтамай ма? Именно сол сұрақтарыңызға мен жауап беретін боламын. Офлайн уже просто так нам мешает. Бізге уже үлкен өзінің кедергісін тигізіп жатқан бұл офлайн. Не үшін? Өйткені сіз офлайнға әбден үйреніп қалғансыз, онлайн жасау үшін сіз бір жаңалықты қайттан нөлден бастау үшін сіз қиналасыз. И сізге офлайн мешает етеді онлайн жасау үшін. Егерде сіз онлайнға полностью өтетін болсаңыз, бүгіннен бастап, онлайнмен ғана жұмыс жасайтын болсаңыз, оған уақыт керек. Міндетті түрде. Потому что сіз жеңіл оп-оңай онлайнмен сіз бизнес құра алмайсыз. Как офлайнда қиналып жүрсіз, онлайнда да кішкене қиналасыз. Но бұл жерде сіз өзіңізді эксперт ретінде көрсететін боласыз халыққа. Мысалы, сіз тек қана товарды емес, тек қана компанияны емес, тек қана маркетинг планды емес, сіз өзіңіздің бағалы екеніңізді халыққа, яғни сіздің целевая аудиторияңызға көрсете алуыңыз керек. Осымен, құрметті достар, менің бүгінгі видеом аяқталды. Егерде қандай да бір
қызығушыларыңыз болатын болса, егерде бір қандай да ұсыныстарыңыз болатын болса, маған связашуларыңызға болады. Тек қана интересі бар, қызығушылығы бар, шынымен де үйренгісі келетін адамдар ғана маған личка жазыңыздар. Ал жай ғана просто так уақыт кеткізіп жазбаңыздар, өтініш сіздерден. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар. Пока-пока.